أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Бүгін Алла Субханала Тағаланың қалауымен өткен дәрісімізде бастаған Құранның әдептерін иншалла үйренуді жалғастырамыз. Біз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтқан: "Хайрукум ман тааллама ал-Qur'ана ва аллама", сендердің хайырлыларың, жақсыларың Құранды үйренгендерің және оны басқаларға үйреткендерің деген сол жақсылардың қатарына қалай кіреміз? Ертең қияметте Құран дәрежеміздің жоғары болуына қалай оқысақ себепші болады? Иншалла соны үйренеміз. Өткен жұмада біз Құран оқудың сыртқы әдептері жайында өткен едік. Құран оқудың сыртқы әдептері және ішкі әдептері бар. Сыртқы әдептері дәретпен оқу, қыбла қарап оқу деген сияқты әдеттері. Ал ішкі әдептері ол адамның жан дүниесіне байланысты әдептер. Біз ішкі әдептерінің біріншісі ретінде Алла Субханала Тағаланың кәламының ұлықтығын түсіну дедік. Себебі біздің оқып жатқан кітабымыз, Құранымыз бұл жай адамның сөзі емес. Ол әлемдердің жаратушысы болған, бүкіл әлем уысында болған Алла Субханала Тағаланың кәламы. Яғни сіз әлемді елестетсеңіз, ол қаншалықты үлкен. Әлемді ешкім толық зерттей алған жоқ. Бірақ адамзаттың ғылым деңгейі жеткен жерге дейін іздеген, ашқан ғылыми жаңалықтарын қарайтын болсақ, бұл әлемнің қаншалықты ұлықтығын көреміз. Бұл әлемнің әлі 101% ашылып толық зерттеліп үлгерген жоқ. Бірақ сол адамзаттың білімі жеткен деңгейге дейін қарайтын болсақ, әлем қандай ұлы, қандай үлкен. Бір жұлдыз бен екінші жұлдыздың арасын қанша мың жылдар деп есептеп жатады. Ал бүкіл әлем Алла Субханала Тағаланың ең ұлы махлуқаты, жаратылысы болған аршымен салыстырғанда, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хадисінде келгенде, бүкіл әлемді күрсімен салыстыратын болсақ, аспан жер барлығын шөл даладағы бір құмның арасында жатқан бір жүзікке ұқсайды. Ал күрсидің аршының алдындағы көлемі сондай. Сонда аршының үлкендігін ойлай беріңіз. Бұл әлем аршының жанында түк болмайды. Сондай үлкен нәрселердің барлығы Алла Субханала Тағаланың уысында, Алла Субханала Тағаланың қалауында. Алла Субханала Тағала қаласа, соның барлығын бір сәтте жоқ етеді, және Алла Субханала Тағалаға одан ешқандай пайда зиян да келмейді. Сондай ұлы жаратушының бұл кәламы. Мұсылман адам Құран оқудан алдын бірінші осыны түсіну керек. Ең бірінші ішкі әдебі осы. Екінші әдебі худурул қалб. Оқып жатқан кезде ойымыз, пікіріміз, оқып жатқан аятымыздың Құранның төңірегінде жинақталу керек. Намаз оқығанда біз Алла Субханала Тағаланың алдында тұрғанымызды сезініп, ойымыз, пікіріміз, жан дүниеміз барлығы намазбен бірге болу керек болғандай, Құран оқып жатқан кезде де ойымыз Құранмен бірге болу керек. Тіліміз оқып жатыр, бірақ ойымыздың бәрі басқа жақта, базарда, ойда, қырда, сайда жүретін болса, Алла Субханала Тағаланың кәламына деген әдепсіздік болады. Сахабалардың көзін көрген табииндер, сәләф салих ғұламалары егер бір аятты оқитын болса, оқыған кезінде жүрегі сол аятты сезінбесе, ойы басқа жақта болатын болса, ол аятты қайта қайтарып оқиды екен. Себебі Құран оқылған кезде оған берілетін сауап, ойымыз, пікіріміз басқа жақта жүріп, тек қана тіліміз қимылдағанға емес, адамның жүрегі оқып жатқан аятымен бірге болуы керек. Келесі әдебі ат-тадаббур ва тафахум. Оқып жатқан аятымызды түсіну, соның мағынасын сезіну. Худурул қалб бұдан алдыңғысы тек қана жүректің бірге болуы. Яғни сіз ол аятты түсінбейтін шығарсыз. Тек қана оқып жатсыз. Сіз оқып жатқан кезде жүрегіңіз сізбен бірге болу керек. Басқа нәрседе ойламау керек. Ал одан кейінгі дәреже оқып жатқан аяттарды түсіну, соның мағынасын сезіну. Алла Субханала Тағала Құран Кәрімде: "Афала ятадаббаруна ал-Qur'ана ам ала қулубин ақфалуха". Олар Құранды түсінбейді ме, оның мағынасын сезінбейді ме, немесе олардың жүректерінде құлыптары бар ма деді. Яғни Құран оқудан негізгі мақсат оны түсіну. Сізге егер бір елдің патшасынан хат келетін болса, сыртына мысалы Қытай елінің патшасынан деп жазып қойған, сіз не істейсіз? Бірінші ерекше сезімге бөлінесіз. Мен неге керек болып қалдым, неге маған бұны жазып жатыр? Қорқыныш пайда болар, қуаныш пайда болар. Одан кейін қытайша түсінбесеңіз, переводчик іздейсіз.
сол хатты түсінгіңіз келеді. Ішінде не жазылып жатыр? Не демекші? Неге маған хат жібер? Қарап, мен түсінбейді екенмін, жарайды деп тастай салмайсыз. Переводчик тауып болса да, соны оқып білгіңіз келеді. Өзіңіз тұрып жатқан қалада аудармашы болмаса, басқа қалаға барасыз. Ол сізге бір ерекше ұсыныс жасап жатқан шығар. Бұл дүниеде бір үлкен маған бір мүмкіншілік келіп тұрған шығар деген сізде ой болады. Алла субханала тағала Құран кәрімде сізге екі дүниенің бақытын, екі дүниенің рахатын көрсетіп жатыр. Қалай өмір сүрсең бұл дүниеде бақытты боласың. Қалай өмір сүрсең жайың жәннатта болады. Мәңгі бақытқа кенелесің. Алла субханала тағала Құран кәрімде бізге соны үйретіп жатыр. Инна хадал Құр'ана яхди лиллати хия ақуам. Бұл Құран ең тура болған жолға бастайды. Енді Алла субханала тағаланың кітабын оқыған кезде түсінуге әрекет жасамасақ, онда Алла субханала тағаланың біздің алдымыздағы дәрежесі жай бір бұл дүниедегі патшалардың дәрежесінен төмен болып жатқанды. Алла субханала тағала ол Құранды бізге тура жол етіп жіберді. Енді неге біз оны әрекет жасамаймыз? Түсінуге Алла субханала тағала бізге ішінде нені бұйырып жатыр, неден қайтарып жатыр, қандай ішінде нұсқаулар бар. Сол үшін Құран оқудың әдеттерінен, егер Құран бізге әсер етсін, Құран арқылы жүрегіміз тазалансын десек, оның мағынасын түсіну керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам біз өткенде оқып берген хадисі: "Иннал қулуба тасда кама ясбаул хадид." Жүректер темір тотпасқандай тотпасады. "Қила ва маджалауха я Расулаллах." Жүректерімізді қалай тазартамыз деген кезде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам: "Зикрул маут ва тилаватул Құран." Өлімді еске алу және Құран оқу деді. Яғни егер біздің сол қазір тот басып жатқан, шіріп жатқан жүрегімізді Құран тазаласын десек, оны оқып түсінуіміз керек. Оған амал етуіміз керек. Оқып амал ету деген кезде халал харамға қатысты ғұламалар бізге түсіндіріп беру керек болған фиқ аяттарын оқып алып өзімізше үкім шығару деген емес. Оны үйрену, ғұламалар ол жерде тәфсирінде не деген, соны үйрену және соған жараса амал ету. Алла субханала тағала бізге осы нәрсені бұйырады. Әрбір аятты оқыған кезде түсініп, мағынасын сезіне білу керек. Әрбір аяттың өзінің ақысын беру керек. Пайғамбар саллаллаху сахабалары аяттардың мағыналарын түсінер еді. Және оқыған кезде соны жан тәнімен сезінер еді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жайында Абу Зар радиаллаху анху айтады: бірде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламмен бірге намаз оқыған кезде түнгі намазды бір аятпен өткізді. Бір аятпен түнгі намазды өткізді. Ол аят: "Ин ту'аззибухум фа иннахум ибадук ва ин тагфир лахум фа иннака антал азизул хаким." Мағынасы: егер сен оларды азаптаймын десең, олар сенің құлдарың. Сен азаптасаң, әділдігіңмен азаптайсың. "Ва ин тагфир лахум фа иннака антал азизул хаким." Егер оларды жарылқасаң, кешірсең, күдіксіз сен аса үстем хикмет иесісің. Яғни осы бір аятты сезініп, соны жан тәнмен сезініп, бір намазды бір аятпен өткізген еді деді. Яғни қайта қайталады деді. Абу Зар радиаллаху анху Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жайында осыны айтады. Хадисті имам Насаи ибн Маджалар сахих санатпен келтіреді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сахабаларынан Тамимун ад-Дари рахимахуллах ва радия анху: "Ам хасибаллазина ижтараху сайиат ан наджалахум каллазина аману." Жаманшылық істеп, күнә істеп жатқандар біз оларды жақсылармен тең етеді деп ойлайды ма деген бір аятпен бір түнгі намазын өткізген. Табииндерден болған Саид ибн Жубайр: "Вамтазул яума айюхал мужримун." Қиямет күні күнәһарларға бөлініп шығыңдар, ей күнәһарлар деп айтылады. Сол аятты сезініп, сол аятпен түнін өткізген. Шынайы тақуа ғұламалардың айтқан сөзі бар: "Ли фи кулли жуматин хатма." Менің апталық хатымым бар деді. Яғни әр аптада бір Құранды бітіремін. "Ва фи кулли шахрин хатма." Және әр айда бітіретін хатымым бар. Яғни ол күніне бір пара қайталап тұрар. Бір айда бітіреді. Түнде тахаджудта Құранды бөліп оқиды. Бір аптада Құранды толық оқып шығады. "Ва ли хатма фи кулли сана." Және бір жылда бітіретін хатымым бар деді. Ол әр жылы Рамазанда Тарауихта Құранды оқып шығады. "Ва ли хатматун мунзу 30 сана ма фарагту минха бa'd." Және менің бір Құранды бастағаным бар 30 жыл алдын, бірақ одан әлі біткен жоқпын деді. Оны әлі оқып бітірген жоқпын. Ол қандай хатым? Қандай Құранды бастағанға оқып шығу? Ол мағынасын түсініп, Алла субханала тағала бізге нені бұйырып жатыр, неден қайтарып жатыр, мағынасын ұғынып, соны жан тәнмен сезініп оқу. Сондай оқуды бастадым, 30 жыл болды, әлі бітірген жоқпын деді. Әрбір аяттың төңірегінде қанша деген мағыналар жатыр. Алла субханала тағала егер теңіз сия болса, сол сия таусылар еді деді. Алла субханала тағаланың кәламы таусылмайды. Және соған тура сондай тағы да бір теңіз сияны қоссақ та, Алла субханала тағаланың кәламын жазу үшін ол жетпейді. Және мына Құранның өзінде қияметке дейін
Алла субханала тағала кімнің жүрегін ашса, ішінде мағыналар жатыр. Ол адамның жүрегінің тазалығына байланысты. Және әрбір аяттың оқыған кезде ақысын беру керек. Құранда Алла субханала тағаланың сифаттары келеді, пайғамбарлардың хал ахуалы жайында келеді, пайғамбарларды жоққа шығарғандардың хал ахуалы, олардың бастарынан не өтті. Құранда бұйрықтар келеді, қайтарулар келеді, жәннат аяттары келеді, тозақ аяттары келеді. Әрбір аяттың өзіне ақысын беру керек. Біз Алла субханала тағалаға қатысты аяттарды оқып жатқан кезде Алла субханала тағаланың ұлықтығын түсінуіміз керек. Алла субханала тағала Құран кәрімде өзінің сифаттары келтіреді. Әл-Маликул Қуддус, Әс-Салам, Әл-Муъмин, Әл-Мухаймин, Әл-Азиз, Әл-Джаббар, Әл-Мутакаббир, өте зор, аса өктем, тым үстем, қорғаушы, амандық беруші, есендік беруші, өте пәк. Алла субханала тағаланың есімдерінің астында қанша мағыналар жатыр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Алла субханала тағаланың 99 бірі кем 100 есімі бар деді. Кім оны жаттаса, кім оны санаса жаннатқа кіреді деді. Уламаларымыз жаттаса, санаса, яғни түсінсе және соған жараса амал жасаса деді. Алла субханала тағала өзінің жаратылысты қалай жаратқанын Құранда келтіреді. Міне мысал, Уақиа сүресінде Алла субханала тағала Афараайтум ма тумнун, афараайтум ма тахрутун, афараайтумул ма аллази ташрабун. Сендер мәниді көрмейсіңдер ме дейді. Сендер ішіп жатқан суларыңды көрмейсіңдер ме? Жағып жатқан оттарыңды көрмейсіңдер ме? Яғни көрмейсіңдер ме деген кезде біз тек қана отты қарап, о машалла деп емес. Ол жерде сол аяттарды оқып жатқан кезде Алла субханала тағаланың ұлықтығын түсіну. Адам баласы бір болмашы судан жаратылды, бір сасық судан жаратылды. Сол бір судың ішінде адамның бүкіл қолы, аяғы, көзі, түрі, адамның сезімдері барлығы соның ішінде. Қарайтын болсаңыз, субханалла, Алла субханала тағаланың құдіреті. Бір болмашы судан осындай адам пайда болды. Неше түрлі сезімдер. Алла субханала тағала афарайтум ма тумнун, мәниді көрмейсіңдер ме деген кезде оны бекерге айтып жатқан жоқ. Алла субханала тағала Құран кәрімде Әуәләм ярал инсану анна халақнаху мин нутфа фа иза хуа хасимун мубин. Адам баласы өздерін бір тамшы судан жаратқанымызды көрмейді ме? Сонда да ол ашық, қиқарлық істейді. Яғни адамды Алла субханала тағала бір тамшы судан жаратты. Адам соны көрудің арқасында Алла субханала тағаланың құдіретін сезіну керек. Пайғамбарларды жалғанға шығарған қауымдардың қиссасын оқып жатқан кезде ғибрат алу керек. Солардың халі қандай болды? Біз соларға ұқсап қалған жоқпыз ба? Ұқсап қалсақ Алла субханала тағала бізді де азаптауға құдіреті жетеді. Алла субханала тағаланың бұйрықтары келген кезде бұйрықтарды түсіну керек, қайтарулардан қайту керек. Жәннат аяттары оқылған кезде жүректе бір соған деген сағыныш болу керек. Тозақ аяттары оқылған кезде жүректе қорқыныш, үрей болу керек. Алла субханала тағаладан содан сақтауын сұрау керек. Міне сол кезде біз Құранның ақысын беріп оқыған боламыз. Мәселе тек қана Құранды естіп жаттау емес. Алла субханала тағала Құран кәрімде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға айтады: "Ва минхум ма ястамиу илейк." Олардың ішінен саған құлақ салатындар, құлақ асқандар бар дейді. "Хатта иза хараджу мин индика қалу лиллазина утул илма маза қала анифа." Қашан қасыңнан шықса, яғни жаныңнан кететін болса, өздеріне ғылым берілгендерден әзір не айтты деп сұрайды дейді. Қазір не айтты пайғамбар? Пайғамбар саллаллаху алейхи айат оқып беріп жатқан кезде кейбіреулер сен естеді деді. Бірақ жеке шыққан кезде жандағылардан не айтты деп сұрайды деді. Яғни ол естіп жатыр, бірақ түсініп жатқан жоқ. Алла субханала тағала олар жайында улайкаллазина табааллаху ала кулубихим. Міне олар Алла субханала тағала жүректеріне мөр басып қойғандар дейді. Жүректегі мөр, яғни түсінуге тосық болатын нәрселер. Құранды түсінуге, мағынасын сезінуге тосық болатын нәрселер. Құранның келесі ішкі әдебі түсінуге, мағынасын сезінуге тосық болатын, кедергі болатын нәрселерден арылу. Кейде Құран оқып жатамыз, бірақ әсерленбейміз. Құран оқып жатамыз, мағынасы ашылмайды. Ол адамның жүрегінің тазалығына байланысты. Егер адамның жүрегі таза болатын болса, Алла субханала тағала оған мағыналарын ашып береді. Ғұламаларымыз Алла субханала тағала аяттарын күнмен салыстырады. Ал сіздің жүрегіңіз айна секілді. Егер айна таза болатын болса, кір болмаса, әлбетте ол күннің шуағы айнаға түседі да, одан сәуле беріледі. Айна таза болмайтын болса, күн қанша ашық болғанымен айнаға түспейді. Біздің жүрегімізде қанша таза болатын болса, соншалықты біз Құранның мағынасын түсінеміз. Егер жүрегіміз таза болмайтын болса, Алла субханала тағала аяттарынан пайда ала алмаймыз. Ғұламаларымыз айтады:
Құранды түсінуге тосық болатын нәрселер 4 түрлі болады деді. Бірінші тосық болатын нәрсе бұл көбінше қарылар, Құран жаттап жүргендер түсіп қалатын шайтанның азғыруы. Ойының бәрі, пікірінің бәрі тек қана әріптермен болу. Әріптерді дұрыс шығару, тәжвидпен оқу әрбір мұсылманға міндет. Бірақ кейде шайтан азғырады, адамның ойының бәрі тек қана әріптермен болады. Әсіресе осы Құран жаттап, Құран дұрыс оқуды үйреніп жүргендер. Құран оқып жатады, ойының бәрі тек қана мағынада емес, әріпте. Мына әрібім дұрыс шықты ма? Мына жерде 4-ке создым ба? Немесе 3-85 болып қалды ма? Ихфам азырақ болып қалған жоқ па? Изхарым дұрыс шықты ма? Бұл нәрседе шектен шығып кету, ол да шайтанның уасуасы. Өзімізде оқуда жүрген кезде, шейхтарға Құран тапсырып жүрген кезде, Құран естісек, ойымыздың бәрі тек қана қалай оқып жатыр? Дұрыс оқып жатыр ма? Әріптері дұрыс шығып жатыр ма? Махаражы қандай екен? Ойдың бәрі тек қана сыртқы көрінісінде болады. Ол керек, бірақ ол нәрсенің де өзін тоқтайтын жері бар. Кейде шайтан адамды осындай жолмен де Құранды түсінуден тосып қояды. Тек қана әріптерімен болады. Ойының бәрі тек қана тәжвидте болады. Бұл бірінші Құранды түсінуден адам тосатын нәрсе. Екіншісі, бір топтың жетегінде болатын болса, бір ағымның жетегінде жүрген адам болса, сол топтың шейхтары бұл аяттың мағынасы мынау деп түсіндіріп берсе, соған қатып қалады да, одан басқа бір мағыналар келіп жатса, жүрегіне Алла субханала тағала басқа бір мағыналар салып жатса, жоқ, бұның бәрі адасу. Мен әлгі ұстазым айтқан мағынадан таймауым керек, бұның тек қана сол мағынасы бар, одан басқа ешқандай мағынасы жоқ деп соған қату. Яғни мысал, Құранда Алла субханала тағала وقالت اليهود يد الله مغلولة. Яһудтер айтады, Алла субханала тағаланың қолы байлаулы деп. Ибн Аббас радиаллаху анху айтқандай, яғни киная анил бухул. Олардың айтпақшы жатқан Алла сараң дейді. Қолы байлаулы дегені Алла сараң дейді. Бір аяттарда олар инна Аллаха фақиру ва нахну агния. Алла кедей, біз баймыз деп айтқан. Бір аятта анутайму ман лау яшау Аллаху ат'ама. Неге Алла өзі қаласа тамақтандыратын адамдарды біз тамақтандыруымыз керек деді. Неге Құдай өз рызқын жеткізбей ма оларға деді. Бізден де сөйтіп айтатындар бар. Олар Алла сараң, қолы байлаулы деп айтады. Астағфируллах. Ғуллат айдихим ва лу'ину бима қалу. Олардың өздерінің қолдары байланды. Және сол сөздерінің себебімен лағнатқа ұшырады, Алланың қарғысына ұшырады. Бәл ядаху мабсутатан. Алла субханала тағаланың екі қолы да ашық. Тәфсирінде ғұламаларымыз, яғни Алла субханала тағаланың екі нығметі де ашық деді. Алла субханала тағала бізге екі нығмет берген. Құранда айтқандай, Асбаға алейкум ни'амаху захирата ва батина. Сендерге ішкі және сыртқы нығметтерін төгіп үйіп беріп қойды деді. Сыртқы және ішкі, яғни дүнияуи және діни нығметтер. Алла субханала тағала дүнияуи адамға шексіз нығметтер беріп қойды. Діни шексіз нығметтер беріп қойды. Тура жолды көрсетті, пайғамбарлар жіберді, кітабын түсірді. Алла субханала тағаланың кешірімі күнәһарларға. Бұның бәрі Алланың діндегі нығметтері. Яғни Алла субханала тағаланың қолы ашық, нығметтері шексіз деген аят. Кейбіреулер келеді, бұл аяттан тек қана жоқ Алланың шынайы екі қолы бар деп түсінеді. Оған келбей, бұл жерде Алла субханала тағаланың жомарттығы жайында айтылып жатыр десеңіз, жоқ сен аятты бұрмалап жатсың, аятты жоққа шығарып жатсың деп. Яғни бұл өзінің ұстазынан естіген нәрсеге қатып қалған. Бұл аяттан Алла субханала тағаланың нығметтерін сезінуге болады, шексіз нығметтерін. Ол адам Алла субханала тағала жүрегін сол әлгі шейхынан естіген сөзбен тосып қойған. Оған басқа мағына келіп жатса, қабылдамайды. Бір жаңа мағыналар Алла субханала тағала жүрегін ашып жатса, шайтан келеді, бұл сенің үйренгеніңе қайшы ғой. Бұған жақындама, бұны таста деп, оны ол мағынадан тосады. Бұл да адамның жүрегін тосатын нәрселерден. Үшіншісі, күнәнің себебі. Адамның көңіл қалауына еріп, күнәға батып жүруі. Бұл адамның жүрегін қарайтатын, Құранды түсінуден адамды тосатын ең үлкен себеп. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің хадисінде, адам баласы бір күнә істесе, жүрегінде қара нүкте пайда болады деді. Тағы күнә істесе, тағы қара нүкте. Сөйтіп, соңында жүрек қап-қара ұша келеді. Яғни әлгі айна үстінен шаң басып, тоқ басып қалды. Одан кейін оның жүрегіне ешқандай мағына келмейді. Алла субханала тағала жүрегін ашпайды. Егер Алла субханала тағала Құранға деген бізді жүрегімізді ашуын қаласақ, ең үлкен тосық болатын нәрсе осы күнәлардан арылу, жүректі тазалау, тәубе ету. Ал күнә істеп жүріп, мына жақтан Құран оқитын болсақ, оның ешқандай пайдасы болмайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан риуаят етілетін хадисте, «Иза аззамат уммати ад-динар вад-дирхам нузи'a минха хайбатул ислам, ва иза таракул амра бил ма'руфи ван нахи анил мункар хуриму баракатал вахи». Егер менің умметім
динар мен дирхамды ұлықтайтын болса, яғни дүниенің артынан қуатын болса, олардан исламның хайбаты алынады деді. Яғни мұсылман адамның өзінің хайбаты бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам нусирту бир-руъб мин масират шахр деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға Алла субханала тағала сондай ерекшелік берген. Бір жерге дұшпандарға баратын болса, бір айлық жерден олардың жүрегіне Алла субханала тағала қорқыныш кіргізіп қоятын болады. Сол сияқты ол мұсылман адамның да басқалардың алдында сұсы бар. Бірақ қашан біз дүниені қуып кететін болсақ, онда Алла субханала тағала оны алып қояды. Ва иза таракул амра бил ма'руф ва нахи анил мункар. Жақсылыққа бұйырып, жамандықтан қайтарып тастайтын болса, хуриму баракатал вахи. Вахидің берекесінен махрум болады деді. Хадисті имам ибн Аби Дунья рахмахуллах, Фудайл ибн Аяд рахмахуллахтан Әл-Амр бил ма'руф кітабында келтіреді. Ибн Аби Дунья бұл да үлкен мухаддис уламалардан, толық аты Абдулла ибн Мухаммад Әл-Қураши, 208 туылған. Бұл кісіден хадис риуаят еткен мухаддистерден имам ибн Аби Хатим, ибн Хузайма, ибн Маджалар. Яғни солар хадис алған үлкен ғулама, имам ибн Аби Дунья. Фудайл ибн Аяд рахмахулла айтады: хуриму баракатал вахи. Вахидің берекесінен махрум болады деген, яғни хуриму фахмал Құран. Құранды түсінуден махрум болады деп түсіндіріп береді. Алла субханала тағала Құран кәрімде қарайтын болсақ, Құран тура жол дейді. Құран адамдар тура жолға бастаушы, ақиқатты көрсетіп беруші. Бірақ кімдерге? Құранда Алла субханала тағала табсирата ва зикра ликулли абдин муниб. Бұл бір тура жолды көрсетуші және ескерту ликулли абдин муниб. Әрбір Аллаға бойұсынушы, Аллаға қайтушы пенде үшін. Ол тура жол, ол ескерту. Бірақ кімдер үшін? Ол Аллаға бойұсынған, Аллаға әрдайым қайтушы. Сәл ұзақтап қалса, өзін жалғыз қалғанын сезінеді. Алла субханала тағала ұзақтағанын сезініп, әрдайым лезде Алла субханала тағалаға қайтып отырушы адам. Құранда Алла субханала тағала айтады: бұдан тек қана Аллаға бойұсынған, Аллаға әрдайым қайтатындар ғана ескерту алынады деді. Оларға ескерту болады. Шын мәнінде Құраннан ақыл иелер болғандар ғана ескерту алынады деді. Яғни Құран оларға ескерту болады. Бұл дүниені ақиреттен жоғары қойғандар, ақиретін ұмытып, бұл дүниенің артынан қуып жүргендер ақыл иелері емес. Алла субханала тағала Құран ақыл иелері үшін ескерту дейді. Сол үшін де Құранды түсінгіміз келсе, Құранды естіген кезде әсерленгіміз келсе, күнәдан арылу керек. Алла субханала тағала Құран кәрімде шынайы мүминдерді иннамал муъминуна аллазина иза зукираллаху важилат қулубухум ва иза тулият алейхим аятуху задатхум имана. Шынайы иман келтіргендер, егер Алла зікір етілсе, жүректері елжірейді. Аяттар оқылатын болса, имандары артады дейді. Біздің қайсымыздың иманымыз артып жатыр? Қайсымыздың Алла субханала тағаланы зікір еткен кезде жүрегіміз елжіреп жатыр? Егер сол Алла субханала тағала шынайы иман келтіргендер дегендердің қатарына кіргіміз келсе, күнәдан арылу керек. Алла субханала тағалаға тәубе ету керек. Және төртінші тосық болатын нәрсе, алдыңғылардан келген, бізге жеткен тәфсир болатын болса, бір аяттың мағынасында бұдан басқа мағынасы жоқ деген ойда болу. Яғни кейбіреулерге Құранның бір мағыналар айтылып жатса, жоқ, ол жайында мына мағынасы келген ғой, мысалы Ибн Аббастан келген, немесе Мужахидтен былай деп келген ғой дейді. Бұл мағынасын ешкім жоққа шығармайды. Ал Құранның одан басқа мағынасы жоқ па? Шариғатқа сай келіп жатса, алдыңғылардың тәфсирін жоққа шығармаса, Алла субханала тағала уламалардың жүректеріне жаңа мағыналарды аша береді. Бізде қазір қанша тәфсирлер бар? Тәфсирлер өте көп. Ал егер Құранның мағынасы тек қана сол Ибн Аббас немесе Қатададан, Мужахидтен келген мағына ғана болатын болса, сонша тәфсирлер қайдан жазылып жатыр? Әрбір тәфсирдің өзінің ерекшелігі бар. Алла субханала тағала сол ғұламалардың жүректерін ашып жатыр, және олар сол аяттарға мағына беріп жатқандықтан. Егер мәселе тек қана тәфсир бил мәсур, алдыңғылардан риуаят етілген ғана мағыналар болатын болса, тәфсир болатын болса, онда бір-ақ тәфсир жазылар еді, одан басқа тәфсир жазылмас еді. Бірақ Алла субханала тағала ғұламалардың жүректерін ашады, оларға жаңа мағыналар береді, және олар сол үшін де тәфсирлерді жазып жатыр, қияметке дейін иншалла жазыла береді. Келесі Құранның әдебі ат-тахсис. Тахсис дегеніміз жекелеп қарау. Қалай? Яғни бұл жеке маған айтылып жатыр деп әрбір аятты оқыған кезде сезіну. Бұйрық келсе, бұл маған бұйрық. Қайтару келетін болса, бұл маған айтылып жатыр. Бір ескерту келсе, былай істесең тозақта жанасың, оның азабы былай деп жатса, осы маған айтылып жатыр. Пайғамбарлардың қиссалары келетін болса, бұл маған келіп жатыр, мен осынан ғибрат алуым керек. Яғни Алла субханала тағала әрбір аятты маған арнап айтып жатыр деп түсіну.
Құранда Алла субханала тағала мысалы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, пайғамбарлардың қиссасын келтіреді, артынша біз саған осы пайғамбарлардың қиссасын келтірдік жүрегіңді орнықтыру үшін. Пайғамбарлардың қанша қиналғандығын, бірақ Алла субханала тағала соңында жеңіске жеткізгендігін, оларға қарсы шыққандардың қалай жоқ болып кеткендігін Худ сүресінде Алла субханала тағала келтіреді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам шайябатни Худ сүресі мен шашында қартты деді. Ішінде Алла субханала тағаланың алдың қауымдарды көп жазалағаны келеді. Және артынша біз осы пайғамбарлардың қиссасын саған сенің жүрегіңді орнықтыру үшін баяндап беріп жатырық деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам оны оқып жүрегі орнықты. Әрбір мұсылман адам да сол аяттарды оқып жатқан кезде жүрегі орнығуы керек. Құран пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға түсірілді. Бірақ тек қана пайғамбарымыздың өзіне түсірілген жоқ. Пайғамбарымыз арқылы бүкіл умметке түсірілді. Алла субханала тағала ол жайында Құран кәрімде айтады: Алланың сендерге берген нығметін және сендерге Құранды нәзіл еткен естеріңе түсіріңдер деді. Тағы басқа бір аятта: міне осылайша Алла субханала тағала адамдарға мысалдар келтіреді деді. Сендер өздеріңе түсірілгеннің ең жақсысына еріңдер деді. Басқа бір аятта Алла субханала тағала: бұл адамдар үшін тура жол деді. Міне бұл адамдар үшін баян, тура жол, уағыз, тақуалар үшін деп Алла субханала тағала айтып жатыр. Яғни Құран бүкіл адамзатқа түсіріліпті. Бүкіл адамзат деген яғни жеке-жеке әрбір адамға деген сөз. Себебі әрбір адам сол адамзат атаулының ішіне кіреді. Яғни Алла субханала тағала әрбір аятты жеке маған айтып жатқандай. Әрбір аятты адам оқыған кезде бұл маған айтылып жатыр, мен осыны істеуім керек, Алла субханала тағала маған обращаться етіп жатыр деп түсіну керек. Алла субханала тағала Құран кәрімде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға айтады, айт дейді, бұл Құран маған түсірілді сендерді ескерту үшін және кімге жетсе, яғни кімге бұл аят Құран жетсе. Имам Мухаммад ибн Кааб әл-Құрази рахимахуллах, бұл кісі табииндерден 108 немесе 117-120 жылдары қайтыс болған жыл жайында ихтилаф бар. Ол кісі Абу Айюб аль-Ансари, Абу Хурайрадан, Ибн Аббастан, Ибн Умар, Аль-Бара ибн Азиб, Абдулла ибн Джафар, Зайд ибн Арқам, Анастардан риуаят еткен кісі, яғни үлкен табииндерден. Сол кісі айтады: "Ман балағахул Құран факааннама калламахуллах." Кімге Құран жетсе, Алла субханала тағала онымен сөйлескендей дейді. Біз осыны түсінетін болсақ, Құранды оқуды береке үшін деген нәрсені тастаймыз да, оны түсінуге, оған амал жасауға иншалла өтеміз. Имам Малик ибн Динар рахимахуллах айтатын болған: "Ма зарa'ал Құр'ану фи қулубикум я ахлал Құр'ан." Ей Құран оқушылар, Құран иелері, Құран жүректеріңе нені егіп жатыр? Иннал Құр'ана раби'ул му'мин кама аннал гайса раби'ул ард. Құран бұл иман келтірген мумин адамның жаңбыры, жердің жаңбыры бар. Сол сияқты Құран адамның жаңбыры. Сол сендердің жүректеріңе не егіп жатыр? Жүректеріңде не өсіп жатыр? Ей Құран иелері дейтін болған. Имам Қатада рахимахуллах Құран жайында: "Лам юджалис ахадун хадал Құр'ана илля қама би зиядатин ау нуқсан. Қала та'ала хуа шифау ва рахматун лил муъминин. Ва ла язиду залимина илля хасара." Кімде-кім Құранды оқуға отыратын болса, не Алланың алдында дәрежесі жоғарылап, артықшылыққа, абзалдыққа ие болған халде бітірген кезде тұрады, немесе зиян шегіп тұрады деді. Және артынша мына аятты оқиды: "Ол Құран муминдер үшін рахма, мейірімділік, рахмет. Ва ла язиду залимина илля хасара." Ал залымдардың ол тек қана зияндығын арттырады деді. Яғни сіз муминдердің қатарында болсаңыз, ол сізге рахма. Егер залымдардың қатарында болатын болсаңыз, онда ол сіздің тек қана зияныңызды асырады. Сол үшін әрбір адам өзіне қарау керек. Келесі әдебі әт-тәәссур, әсерлену. Құранды оқыған кезде сонымен әсерлену. Құранда қайғы аяттары бар, тозақ иелері, олардың қалай жанып жатқаны, қалай қиналатыны. Адам ол аяттарды оқыған кезде жүрек әсерлену керек. Жүректе қайғы, уайым пайда болу керек. Жәннат аяттары айтылып жатқан кезде әсерленіп, адамда бір сағыныш пайда болу керек. Негізі жалпы адам Құранды оқыған кезде жүрегінде көбірек қайғы болуы керек. Себебі Алла субханала тағала Құранды қарайтын болсақ, көбінше өзінің мағфиретінде, рахматында шарттармен беремін дейді. Оның да өзінің шарттары бар. Мысалы, Алла субханала тағала Құран кәрімде айтады: "Ва инни лагаффар." Мен күнәларды кешірушімін дейді. Таха сүресі. Бірақ артынан 4 шарт келтіреді. Лиман таба, тәубе етіп, ва амана, иман келтіріп, ва амила салихан, жақсы амалдар істеп, сумма ихтада, тура жол тапқандар үшін деді. Яғни Алла субханала тағаланың рахма, мейірімі, оның да шарттары бар.
шарты тәубе ету, жақсы амалдар істеу, Аллаға иман келтіру, тура жолда болу. Уәл аср иннал инсана лафи хуср. Адам зиянда. Кімдер ол зияндан шығады? Иллаллазина аману, иман келтіргендер, ва амилус салихат, ізгі амалдар істегендер, ва тавасау бил хақ, ақиқатты бір-біріне өсиет еткендер, ва тавасау бис сабр, бір-бірін сабырлыққа шақырғандар. Қарайтын болсақ, Алла субханала тағала көп жерлерде шарттар қояды. Адам Құранды оқыған кезде сол үшін жүрегінде әсерлену болу керек, жүректе қайғы болу керек. Имам Хасан аль-Басри рахмаулла айтады, қандай да бір пенде Құран оқыса дейді, мину бихи, оған иман келтірген халде, илля касура хузнуху ва қалла фараху, ва касура букауху ва қалла дахику, ва касура насабуху ва шуғулуху ва қаллат рахату ва баталату. Сол күні қайғысы көбейеді, қуанышы азаяды, жылауы көбейеді, күлуі азаяды, жұмысы амал етуі көбейеді, және рахаттанып жатуы, уақытын бос өткізуі азаят дейді. Имам Ухайб ибн ал-Вард рахимахулла айтады, біз бұл уағыздарды көрдік те естідік, және жүректі қаттырақ жібітетін және адамды көбірек қайғыртатын Құраннан артық еш нәрсе тапқан жоқпыз дейді. Адам Құран оқыған кезде әсерлену керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Абдулла ибн Мас'уд радиаллаху анху риуаят етеді, иқра алейя, маған Құран оқы деді. Сонда Құран оқи бастадым. Ниса сүресіне келдім деді. Ниса сүресінде فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. Егер бүкіл үмметтен бір куәгер әкеліп, және солардың барлығына сені куәгер етіп алып келсек деген аятты оқып жатқан кезімізде Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның көзінен жас шығып, хасбукал ан, жетеді деп айтқанын естідім деді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям сол аят оқылып жатқан кезде соны сезініп әсерленген еді. Адам осындай әсерлермен Құран оқитын болса, ол жай ғана сөйлеу болмай қалады. Мысалы, Құранда Алла субханала тағала айтады, инни ахафу ин асайту рабби азаба яумин азим. Пайғамбардың сөзі, мен Алладан қорқам егер күнә істеп қойсам. Сіз сол аятты оқып жатқан кезде жүрегіңізде қорқыныш болмаса, ол жай ғана сөз. Құранда Алла субханала тағала алейка тәуәккәлнә ва илейка набна, саған тәуекел еттік, саған бойұсындық, саған қайттық деген аяттар келтіреді. Біз соны оқып жатқан кезде жүрегімізде тәуекел болмаса, Аллаға деген тәубе болмаса, онда ол жай ғана оқу. Ол оны сезіну емес. Уәлә насбиранна ала ма азайтумуна, мұъминдердің сөзі. Біз сендер келтіріп жатқан зияндарға сабырлық етеміз деді. Егер біздің сол кезде халіміз сабырлық болмаса, бізде сабырлық табылмаса, онда ол жай ғана оқу. Ондай кезде бізге оның пайдасы болмайды, керісінше зияны болады. Алла субханала тағала Құран кәрімде кәбура мақтан индаллахи ан тақулу ма ла тафалун. Сендердің амал етпеген нәрселеріңді айтуларың Алла субханала тағаланың ғазабына, ашуына душар болады деді. Адам Құран оқып жатқан кезде сол сипаттар ол адамда табылу керек. Сол кезде ол бізге шифа болады. Құранда Алла субханала тағала шифа деді. Мысалы, сізге врач рецепт жазып берсе, сіздің ауруларыңыз бар, сен мына дәріні ішуің керек, мына дәріні мынанша рет қолдануың керек, мына нәрсені жемеуің керек, мына нәрсені істеуің керек деп сізге рецепт жазып берді. Сіз соған амал етудің орнына күнде таңертең аласыз да, так, врач маған жазып берді, мен 3 рет мына дәріні ішуім керек екен, мынаны бүйтуім керек екен деп оқып қойсаңыз да, артынан сауабын бағыштап қойып жүре берсеңіз, сізге оның пайдасы болады ма? Пайғамбар саллаллаху айтқан, әрбір әрпіне 10 сауап бар деп. Ол амал етілген Құран. Амал етілмесе оған сауап жоқ. Сіз оқысаңыз, бірақ амал етпесеңіз, оған сауап жоқ. Біреуге бағыштау былай тұрсын, өзіңіз сауаптан махрумсыз. Керісінше, уәлә язду залимина илля хасара, залымдардың зиянын асырады деп. Зияныңыз артады. Сол үшін де адам амал етуі керек. Рецепті оқып алып жатқана мен күніне 3 рет аспирин ішуім керек екен, 4 рет мына дәріні ішуім керек деп оқып қойсаңыз, одан пайда болмайды. Сіз ем таппайсыз одан. Соны ішу керек. Патшаның мемлекетіндегі бір қызметкері, патша оған бұйрық жазған, ол күнде таңертең тұрады да бұйрықты оқып қояды. Үйтуің керек, бүйтуің керек деген. Сөйтеді да оны істемей жүре береді. Бұл адам патшаның бұйрығын мазақтап жатқан адам. Күнде оқиды. Патшаның сондай бұйрықтары бар екен, білмей жүріп істесе, күнәсі азырақ болар еді. Ал күнде патшаның бұйрықтарын оқып қойып, бірақ артынша күнә істеп жүру, ол әлбетте Алланың алдында ауырлау. Адам Құран оқыған кезде әсерленуі керек. Бір ғұламалар айтады, мен ұстазымның алдына барып Құранды бір рет тапсырып шықтым дейді, жақсылап тәжуидімен мен оқып шықтым деді. Екінші мәрте тағы да оқуға келген кезінде маған бар, одан да Алла саған нені бұйырып жатыр, соны үйрен ішінде. Құранды қайта-қайта тапсыра беруді өзіңе амал етіп алмай. Қайтарып жіберді дейді мені. Сен дұрыс оқуды үйрендің ба? Енді Алла субханала тағала сенен нені талап етіп жатыр? Саған ішінде нені бұйырып жатыр? Соны түсін, соны үйрен деді. Сол үшін де ғұламаларымыз айтады, шынайы Құран оқудың ақысы бар. Құран оқыған кезде тілдің, ақылдың, жүректің бірге қосылуы. Тілдің міндеті әріптерді дұрыстап оқу, ақылдың міндеті соны түсіну, яғни мағына беру, мағынасын түсіну, жүректің міндеті әсерленіп, соған амал етуге тырысу. Келесі әдебі жоғарылау, әт-тараққи. Құранды оқып жатқан кезде, оны Алла субханала тағаладан естіп жатқандай сезіну, сондай дәрежеге жету.
Құран оқудың ғұламаларымыз айтты екі дәрежесі бар. Біріншісі, адам өзі оқуы, Алла мені көріп тұр, мен Құран оқып жатырмын деп. Екінші дәрежесі дейді, Алла субхана ва тағала оған оқып тұрғандай өзін сезіну. Имам Джафар Садиқ рахимахулла айтады: "Валлахи лақад таджалла Аллаху азза ва джалла ли халқихи фи каламихи валакиннахум ла юбсирун." Алла субхана ва тағала Құранда аяттарында көрінді дейді, бірақ адамдар оны көрмейді дейді. Бірде сол кісі бір аятты оқып қатты қиналады. Кейін ол кісіден сұраған кезде, мен осы аятты оқып жатқан кезімде Алла субхана ва тағаланың маған сөйлеп жатқанда сезіндім деді. Соны көтере алмадым деді. Фудайл ибн Аяд үлкен тақуа кісі болған. Сол кісінің баласы бір аятты естіген кезде қайтыс болып кеткен. Әкесі Құран оқыған кезде баласының алдында азап келген аяттарды көп оқымайды екен. Себебі баласы ол аяттарды көтере алмайды екен. Бірде баласының намазда тұрғанын байқамай, "Ва бадалаху миналлахи ма лам якуну яхтасибун" деген аятты оқиды. Яғни Алланың алдына барған кезде алдынан олар күтпеген нәрсе шықты деген аят. Яғни сіз барасыз, мен сауап істедім, намаз оқыдым, үйттім, беттім деп. Барған кезіңізде хал басқаша болады. Басқаша жағдай сізді күтіп тұрады. Сол аятты оқыған кезде баласы есінен танып, сол жерде қайтыс болған. Бұл ислам тарихында болған оқиғалардан, бірақ мұндай өте сирек. Кейбір ғұламалардың айтқан сөздері бар. Мен Құранды оқуды бастадым деді. Бірінші өзім оқығандай сезінетін деді. Кейіннен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям маған оқып беріп жатқандай сезінетін болдым деді. Пайғамбарымыздан естіп жатқандай. Кейін Жәбірәйлден естіп жатқандай. Енді қазір Құранды оқып жатқан кезде Алла субхана ва тағала тікелей маған сөйлеп жатқандай сезінемін. Және Құранды оқыған кезде бір ерекше ләззат, ерекше рахатта боламын деген сөзі бар. Имам Сабит аль-Бунани рахмахуллах табииндерден сол кісі айтады: "Кабаттул Құр'ана 20 сана ва танаамту бихи 20 сана." 20 жыл Құранмен күрестім деді. Яғни Құран жолында сон жүрегіммен оқу, сезіну, сол жолда 20 жыл күрестім деді. Және 20 жыл оқумен рахаттандым деді. Сондай дәрежеге жеткен кезде ол адам Құран оқумен рахаттанатын болады. Және 10-шы әдебі адам өзін ақтамауы Құран оқып жатқан кезде. Қалай? Кейбір адамдар азап аяттары, күнәһарлар жайында айтылып жатса, ол маған қатысты емес, пәленше түгеншеге қатысты деп сөйлейді. Егер тақуалар жайында, намаз оқып жүргендер жайында аяттар кетіп жатса, Аллаға құлшылық жасап жүрген, ол маған қатысты дейді. Это здесь про меня деген. Ал күнә аяттары, азап аяттары келген кезде жоқ, бұл маған қатысы жоқ, басқаларға деп. Жоқ, адам азап аяттар келіп жатқан кезде бұл маған айтылып жатыр. Тақуалар жайында айтылып жатқан кезде бұл басқа тақуа кісілер жайында айтылып жатыр деп ойлау, сондай сезімде болу. Ибн Умар радиаллаху анхума дұға жасаған. Дұғасында: "Аллахумма инни астағфирука ли зулми ва куфри." Ей Раббым, мен сенен кешірім сұраймын, зұлымдығым үшін және күпірлігім үшін деді. Сонда жарайды, зұлымдықты түсіндік. Яғни әрбір адам күнә жасап қою, басқа қылуы зұлымдық. Ал енді не үшін күпірлік үшін сенен кешірім сұраймын деп айтып жатсың деп ол кісіден сұралған кезде ол кісі айтқан: Алла субхана ва тағала Құран кәрімде: "Иннал инсана ла залумун каффар." Шын мәнінде адам баласы өте инсафсыз, аса шүкірсіз. Ла залум, яғни залым және каффар, күфірлік келтіруші деген. Ол кісі бұл аят маған қатысты деп, сол үшін де Алла күфірлігім үшін, зұлымдығым үшін сенен кешірім сұраймын деп, сол аяттың өзіне қатысты екенін сезінген. Қашан біз осылай оқитын болсақ, күнә аяттары, азап аяттары, күнәһарлар жайында айтылып жатқан аяттар бізге қатысты деп сезінетін болсақ, иншалла бұл Алланың алдында дәрежеміздің жоғарылауына себепші болады. Жалпы Құранды оқудың ішкі әдептері осы. Иншалла осы әдептерін сақтап оқитын болсақ, Құран ертең бізге иншалла шафаатшы болады. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде келгендей, жәннаттағы дәрежеміздің жоғарылауына себепші болады. Және хайрукум ман тааллама ал-Құр'ана ва аллама, сендердің жақсыларың Құранды үйреніп оны үйреткендерің деген жақсылардың иншалла қатарына кіреміз. Құран тот басып қойған жүректерімізді иншалла тазалайды және бізге тура жолда болуымызға себепші болады. Бізге шифа және рахма болады. Алла субхана ва тағала кәламының ақысын беріп, шынайы тилауат жасаушылардан болуымызды бәрімізге нәсіп етсін. Иншалла Алла нәсіп етсе, келесі дәрістерімізде дұғаның ішкі әдеттері жайында үйренетін боламыз. Субханакаллахумма ва бихамдик, нашһаду ан ла илаха илля ант, настағфирук.